Бәріне сәлем. Қазір ғана маған мынандай ой келді, өзім де қазір сол этаптардан өтіп жүргендеймін. Біз осы медицинаға түсу үшін ұбт тапсырдық. ұбт-ны кезінде бізде мынандай ой болды ғой, мысалы, түсе алсам не болады, түсе алмай қалсам не болады, мамандықты дұрыс таңдап жатырмын ба, түсе алмай ата-анам үмітін ақтай алмай қалсам не болады деген сияқты уайым болды. Бірақ шүкір, ол этаптан өтіп, енді жаңағы үлкен өмірге қадам басқаннан кейін ондай таңдаулар сенің алдында кездесе береді екен. Мысалы, 5-ші курсты бітірер кезде менде жаңағы ГОСТан өте алам ба, өте алмай қалам ба деген сияқты ойлар болды. Кейбір мұғалімдер тіпті жаңағы келесі курсқа өткізбей қоям деген сияқты қорқытулар да сондай өте көп болған тұғын. Прям стрессті жағдайда боласын. 1000-2000 тестті жаттау деген өзі оңай емес, жақын аралықтың ішінде. Одан кейін дәл сол сұрақ келе ма келмей ма оны да білмейсің сен. Сондай бағанағыдай алдының бәрі тұман сияқты, сен түзу жолмен кетіп бара жатырмын ба деген сияқты ойлар болатын еді. Одан кейін енді 7-ші курсқа келгендіктен біз уже дәрігер болып шығамыз да. 5-ші курстағыдай жаңағы кіші маман, сондай орта маман емес, уже біз дәрігер, жауапкершілікті сезінеміз. Жаңағы интернатура мен резидентура кезінде біз уже жаңағыдай үлкен өмірге қадам басқандықтан, кәдімгідей дәрігер болып жауапкершілікті өз мойнымызға алатындықтан, кәдімгідей бұл кезде де уайым болады екен. Мысалы, қазір өзімнің интерн ретінде менің де жаңағы уайымдарым болады. Себебі резидентураға түсу үшін резидентураға бүкіл, мысалы, 3000 студент бітірсе, 3000-ның барлығы резидентураға түсіп кете алмайды ғой. Және таңдаған мамандығын да дұрыс па, бұрыс па, бұл мамандықты мен алып кете алам ба, бұл мамандықтың грантына түсе алам ба деген сияқты ойлар болады. Түсе алмай қалсам не болады деген сияқты ойлармен де жаңағыдай арпалысып жүресің да. Осы уже біз 3-4 ай ғана қалды сол этаптан өтуімізге. Оған әлі дайындығымыз да жоқ деген сияқты. Қазір біздің жаңағы экзаменіміз, емтихан түріміз өзгеріп кетті да. Бұрын, мысалы, 1-ші этап тест, 2-ші этап ОСК болатын болса, қазір 1-ші этап тесттің өзінің жаңағы бір сұрақтың 3 жауабы бола ма, сондай бір бәле болып жатыр. Оны ертең тестті тапсырғаннан кейін көрейін деп отырмыз да. Оны да біз март айында, жаңағы наурыз айында тапсырғаннан кейін ғана білейін деп тұрмыз. Алдын ала ештеңеге дайындығымыз жетіп артылып жатқан жоқ. Көппен көрген ұл той болып жатырмыз ғой, кәдімгідей. 2-ші этапында да жаңағы 5 ситуациялық есеп, 5 сұрағы болады деген сияқты сондай жағдайлардан өтіп жатырмыз. Жаңағыдай тест нелер болғандықтан, алдында ешкім өтпегендіктен, тем более бізге қыркүйек айынан емес, наурыз айынан бастап жаңағы осы ақпан наурыз айынан бастап шешілді ма, бізге айтылды ма, сондай болды ғой. Сондықтан біз қазір білмей тұрмыз да, алдымызда не болады. Дәл сол ұбт кезіндегі тұман, дәл 5-ші курстағы тұман қайталанып жатыр да, көз алдымызда. Бізде, менің өзімде дейінші, қазір мынандай жағдай болады да. Жасың 25-ке келді. Вроде бы сенің жасында басқалар тұрмысқа шығып, балалы болып, мамандығын да алып кетіп жатыр. Өмірінің бүкіл сферасын қалпына келтіріп алған адам сияқты көрінеді. Ал медицинада оқитын 25 жасар адам көп, 80-90% дейінші, 85 мың теңге стипендияға қарап отырған, оны алмайтын да біз сияқты студенттер бар. Мысалы, әлі мамандығын таңдай алмай жүрген, мынаған барам ба деп әлі таңдай алмай жүрген. Одан кейін өмірлік жары жоқ, баласы жоқ, жаңағыдай сондай бәрі әлі бағанағыдай қалыптаспаған адамдарға қиынырақ сияқты ма, білмеймін. Сондай жағдай болып жатыр. Жалпы резидентурада да ол бар деп ойлаймын, резиденттер бітіретін. Себебі мамандығы бойынша қай жаққа жұмысқа тұрам, істеп алып кете алам ба деген сияқты. Және де олардың да экзамендері, емтихандары қазір өзгеріп жатыр ғой, соған байланысты оларда да сондай жағдай деп ойлаймын. Жалпы бұл жағдайдың шешімі өмірге жеңіл қарап үйрену керек шығар, бәлки де. Бірақ тым жеңіл емес, балансты ұстай отырып. Себебі уайымдаған сайын уайымнан не пайда? Уайымнан басын
100%-ға істеп кетпейді. Білетін нәрсенді керісінше ұмытып қаласын, уайым жағдайына түсетін болсан. Бәрібір қанша уайымдағанмен алдында не болатынын, не боларын сен біле алмайсың, білмейсің де. Тек дайындығыңды жасап, жаңағыдай уақытыңды дұрыс сапалы өткізіп, жақындармен де бірге уақыт өткізіп, әсіресе соңғы курста қанша жыл бірге оқыған группаластарыңмен де жақсы жаңағы бірге уақыттарыңды өткізіп, солай уақыттың қадірін жаңағыдай бақытты болып сезіне алып, солай өткеру керек сияқты. Себебі жаңағыдай дайындалып, мықты дайындықпен, уайыммен барып, ертең резидентураға түсіп кетіп, артында есте қаларлық бақытты сәттерім болмай, процесстен ләззат алу керек қой, в общем. Жалпы жағдай сондай. Группаластармен уақытты өткізуге тырысып жатырмыз, себебі соңғы жыл әркім резидентура мамандығы әртүрлі. Уже біз болашақ өмірде біреудің жаңағы әртүрлі мамандықта, біреудің әйелі, біреудің анасы болып, статусымыз өзгерген жағдайда кездесеміз. Сондықтан уақыттың қадірін біліңіздер, әр нәрседен ләззат ала біліңіздер, қатты уайымға салынбаңыздар, барлығын бір Аллаға тапсыру керек деп ойлаймын. Сау болыңыздар.